Сұрақ жауап айдары. Сұрақ: Рамазанда шайтандар байланады деген хадис бар екен. Онда неліктен ораза айында адамдар жаман ісінен тыйылмайды? Видеоны ары қарай көрмес бұрын подписаться батырмасын басып, каналға тіркеле кетіңіз. Жауап: Бұл хадис имам Бухари және Муслим еңбектерінде сахаба Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген. Хадистің мәтіні: Рамазан айы келсе, жәннат қақпалары ашылып, тозақ қақпалары жабылады және шайтандар шынжырланады. Рамазан Құран түскен ай. Бұл айда Алла тағала ораза парызымен ерекшелеген. Сонымен бірге Рамазан жақсылық пен қайырымдылық айы. Рамазанның құрметіне аспан, мейірім қақпалары ашылады. Сондай-ақ шайтандар шынжырланады. Бұл адам үшін үлкен ескерту. Азғырушы шайтан кісенделген уақытта адам ораза тұтпағанына және құлшылық жасамағанына ешбір сылтау айта алмайды. Демек, шайтан шырмауда тұрса да, адамның нәпсісі азғыруы мүмкін. Олай болса, ораза нәпсімен күресу және оны тәрбиелеу айы. Сұрақ: Қолдың да, аяқтың да оразасы бар деп жатады. Мұны қалай түсіну керек? Жауап: Имам Ғазали Ихия Улумаддин кітабында оразаның 3 деңгейі бар, мұны біл деп жазады. Ғұлама сөзін жалғастырып: Көпшіліктің оразасы умум, ерекше ораза хусус және арнайы ораза хусус әл-хусус. Көпшіліктің оразасы асқазанмен құмарлықтан тыйылу, ерекше ораза құлақ пен көзді, тіл мен қол-аяқты және басқа да дене мүшелерін күнә атаулыдан тыю. Ал арнайы ораза жүрек оразасы. Бұл жаман ой мен дүниелік пікірден тұтастай арылып, Алладан басқа барлық ойдан толығымен тыйылу дейді. Егер сіздің де осындай сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.